Сәлеметсіздер ме? Мен Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжі мектепке дейінгі бөлім оқытушысы, педагогика және психология білім беру магистрі Мұқышева Нұргүл Серікқызы. Дәріс тақырыбы: достық, бірлік пен ынтымақ негізі. Мақсаты: адамдар арасындағы достық пен өзара түсінікті бағалай білуге үйрету. Тақырыпты ашу үшін менің достарым әнін бірге. Өздеріңіз тыңдағандарыңыздай, ән достық туралы. Өзін-өзі сабағында, сабақтың бастапқы кезінде тыныштық сәтінен, шаттық шеңберден, тақырыпқа байланысты өлең жолдарынан бастауға болады. Пікірлесуге арналған сұрақтар. Досы көпті жау алмайды дегенді қалай түсінесіздер? Ұлы Абайдың досы жоқпен сырлас, досы көппен сыйлас деген ойының ақиқаттығына мысал келтіре аласыз ба? Нағыз достық, шынайы махаббат кез келген адамның өмірінде кездесе бермейді деген пікір бар. Ал сіздің пікіріңіз қалай? Дәптермен жұмыс орындау. Дәйек сөз беріледі. Дәйек сөзді мұқият талдап, дәптерге орындаймыз. Достық өмір үшін ең қажетті нәрсе, себебі ешкім ешқашанда барлық басқа игілікке түгелге бола тұрса да, дос жарансыз өмірді қаламақ емес. Аристотель. Кумулятивтік диалог. Дос деген кім? Әрине, сыр бөлісетін адам. Дос деген кім? Мені өте жақсы түсінетін адам. Дос деген кім? Көмекке әрдайым дайын адам. Қандай жағдай болмасын, бірге болатын адам және сенімді адам. Не осындай жауаптарды жауап беруге болады. Достық дегенді қалай түсінеміз? Келесі тапсырма: жауапты сызба арқылы толтыру және жауап беру. Ал қазір мен сіздерге оқулықтағы құм мен тас әңгімесін оқимын. Мұқият тыңдайық. Екі дос шөл далада саяхаттап жүреді. Бір кезде екеуі ұрсысып қалады да, біреуі екіншісінің жағынан тартып жібереді. Соңғысы ауырсынса да ештеңе айтпайды, тек құмға былай деп жазады: бүгін менің ең жақсы досым менің жағымнан шапалақпен тартып жіберді. Олар әрі қарай жүріп келе жатып, көгалға кездеседі. Сол жерде шомылып алмақшы болады. Шапалақ жегені суға секіріп кетеді де, батып кете жаздайды. Бірақ досы оны құтқарып қалады. Ол өз-өзіне келген кезде тасқа былай деп жазады: бүгін менің ең жақсы досым менің өмірімді құтқарып қалды. Сол кезде оны жағынан тартып жіберген, құтқарып қалған досы сұрайды: ал сіздер қалай ойлайсыздар? Неге досы осындай әрекетке барды деп? Жақсы, жарайсыңдар. Ендеше әрі қарай тыңдайық. Мен сені ренжіткенде сен құмға жаздың, ал енді тасқа жазып жатырсың. Неге деп сұрайды. Досы былай деп жауап береді: біреу ренжіткенде жел оны өшіріп тастау үшін біз оны құмға жазуымыз керек. Ал біреу жақсылық жасаса, өшірілмейтіндей етіп тасқа қашауымыз керек деп жауап берген екен. Менің досым тақырыбы бойынша әрбір студент өзінің досы жайлы айтып берсе. Достық туралы мақал-мәтелдерді талқылаңыздар. Заттың жаңасы жақсы, достың ескісі жақсы. Доссыз адам тамыры жоқ ағашпен тең. Адал дос тап тең құрбыңның ішінен. Әл-Фараби. Достық өмірдің ең зор қуаныштарының бірі, одан да зор қуанышы сенің мықты досың. Тақырып бойынша достық ережесін құрып көруіңе де болады. Қиын кездерде бір-біріңе көмек көрсетіп жүріңдер. Досыңды алдамай, оған адал бол. Досыңа сенімді бол деген сияқты достық ережесін ұсынамын. Сабақтың соңында қорытынды ретінде достық, бірлік пен ынтымақ негізі туралы эссе жазу. Сабағымыз аяқталды. Дос болайық. Бәріміз сау болыңыздар.